Украина президенті қабаржылыққа қаршы махкеме қындaki қанун лейхасыны келечек авта юқары рада бақуына кірсетежек ола. Петро Порошенко депутатларға қанун лейхасының Венедик комиссиясы тарафындан лягу етілген вариантларыны кечері чағыртмаға авалиетті. Бұны ойяны юқары махкеме ішінің башланмасы мұнасибетінен кечірілген мерасимлерді білдірді. Антикоррупцийный суд. Менің президент оларақ мұнақашалардан қачынаве ұзлашуларға келе білмейм үшін парламент фирқаларының тевсейлеріні ұғырмет мақсадыйын юқары радаға иш группасыны тәшкіл етмеге режа айттым. Ама әлі да япылмады. Қабаржылыққа қаршы махкеме рада дестегіні алып, дәвлеті қабаржылыққа қаршы инфратіркіпнің тәшкіл етілмесіні бітірір ве набу әмдігер ихтисас оқу құрчалав органларының алып барған қабаржылық ішлеріні ұғырмеге имкан берір.